Сәлеметсіздер ме? Мен 71-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жансейітова Жарқын сіздерге қарапайым әдіс Google формада тест құрастыруды көрсетемін. Ол үшін өзіміздің телефонымыздағы Google формаға кіреміз де бесплатно создавать тесты дегенді басамыз. Сосын открыть Google формаға кіреміз. Одан кейін тест құралу беті шығады. Одан кейін параметрлерін келтіреміз. Тестілеу дегенді басамыз. Және ұпайымызды жазамыз. Әр сұрақтың ұпайы қоямыз. Одан кейін сұрақтар деген бөлімге кіріп, өз сұрағымызды алдын ала дайындап қойған тестімізді жазамыз. Алдымен пәніміздің атын жазып аламыз. Одан кейін сұрақтарымызды дайындап қойған беттен көшіріп аламыз. Мысалы, бірінші жауаптарын алып, бірінен соң бірін қоятын болсақ, көшіріп басатын болсақ, автоматты түрде түседі. Одан кейін сұрағымыздың атауын жазамыз. Оны да алдын ала дайындап қойған сұрағымыздан көшіріп алып, сұрағымызды қоямыз. Содан кейін барып, дұрыс жауабын белгілейміз. Яғни онда бір жауапты белгілесек те болады, бірнеше жауапты белгілесек те болады. Мысалы, мен бұл жерде бір жауапты сұрақ құрастырып отырмын. Сондықтан біреуін ғана басамын. Содан кейін міндетті нүктесін басамыз. Осындай алгоритммен келесі сұрақты да құрастырамыз.